Мінекей керемет болып пісті, мінекей қоп қою. Біз бүгін бұламық жасаймыз. Мынау тоңмай кішкене, сосын сары май. Міне осыған енді ұн қосамыз, кішкене қызартып аламыз. Іртік болмау керек, былғап отыру керек. Цветі өзгерді. Енді сүт құямыз. Міне қайнады, енді тарымызды саламыз. Баяғыда тарымен шай ішетін, тарымен нан да пісіретін. Енді тұз салайын кішкене. Тарымен істеген дұрыс. Бұны әйелдерге бергенде өте пайдалы. Бұны ыстықта ішу керек. Ой, тамаша, керемет. Дәмі дегені масқара. Уыз сияқты. Қант салған жоқ, прям тәтті болып тұр. Қант салса сәпсем тәтті болып кететін шығар. Міне осылай бір кесесін апарып береді келінге. Осыны ішіп алсаң кешке дейін тоқ жүресің. Мынау асқазанға да жақсы. Не только әйелдерге, мынау үлкен кісілерге де ішуге болады. Балаларға берсе, балалар ішіп алса қандай тамаша. Бұның ішінде кальций бар. Тары деген өте пайдалы. Кальцийға мол. Ой, керемет енді. Мынау дегенің айта алмайсың прям. Біздің каналға жазылыңыздар, қараңыздар. Неше түрлі осылай ұлттық тағамдарды көрсетеміз. Рахмет қарағандарыңызға.